Сәлем достар, сіздермен мен Жұлдызай ТОКБК.орг, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздің арнамызда жаңа сериал, тақырыбы мектептегі махаббат. Енді біз видеомызды көп созбай бастайық. Бір сетті ұстамайды ғой мына жерде. Сол ғой бір TikTok көрейін десең. Айтпақшы, апай кеше айтып атқан еді ғой, ертең жаңадан қыз келеді деп. Я, ол қыз бәрібір менің айдосымды тартып аламайды. Кім сенің айдосыңды тартып алады дейсің? Ол қыздан бәрі шығуы мүмкін. Қыздар, ұлдар, сыныпқа кіріңдер. Сабақ басталады. Жарайды апай. Балалар бәрің жиналдыңдар ма? Иә апай, бәріміз жиналдық. Әлі жаңадан қыз келген жоқ па? Жоқ апай, келген жоқ. Онда қазір кеп қалатын шығар. Мектеп осы ма екен? Солай шығар. Мына шкаптарға қойып шығайын мен сумкамды. Мына жер бос екен. Бірінші сабақ математика емес пе? Мына жерден дауыстар шығып атқан сияқты. Сол жерге барып көрейін. Апай, кіре берсем бола ма? Міне өзі де кеп қалды жаңадан қыз. Ал, қызым, затыңды таныстырып өт. Мен Астана қаласынан келдім. Атым Махаббат. Мен сурет салғанды жақсы көрем. Молодец. Мына Аружанның қасында отыр. Жарайды. Онда біз сабағымызды бастайық. Қараш Елдос, әдемі қыз екен, е? Иә. Атың кім? Махаббат. Сен Аружан ғой, е? Иә, Аружан. Болды қыздар, сөйлеспейміз. Жарайды. Бүгінгі күнді жазайық. Бүгін 6-12 ай 2024. Так, үй тапсырмасы 45 минуттан кейін. Үйге 7-ші тапсырманы аласыңдар, жарай ма? Жарайды апай. Жүр, асханаға барып келейік. Жарайды. Айдос, жүрші асханаға барайық. Қойшы, Анел. Неғып Айдос кейін кезде өзгеріп жүр? Білмеймін. Айдос, тоқташы. Ой, не? Кейін кезде неғып мені жақтырмай жүрсің? Жақтырмай жүргенімді көріп жүрсің ба? Қазір көрдім ғой. Мен просто мазам болмай атыр. Солсы маған ұрсасын ба? Жоқ. Мені маған ұрсын ғой. Болды қош. Не бол? Жәнегі жаңадан келген қызық қайта қарай береді. Және сыныпта көрдім ғой. Әнел, бірақ менің айтқаным шын ба білмеймін, бірақ сен маған ренжімесің деген ойдам. Ол не? Жәнеге Айдос махаббатқа ғашық болып қалмады ма екен? Олай айтпа. Айдос менімен 3 жыл болды менімен жүріп жүргеніне. Сонда бір күнде махаббатқа ғашық болып қала сала ма? Өйтіп айтпа. Жарайды, просто өз миыма сондай келді. Одан да жәнегі махаббаттың жанын шығарайық. Менің Айдосыма көз салып жүргеніне. Жарайды. Махаббат, сен ше? Не болып қалды қыздар? Сен менің Айдосыма көз салып жүрсің ба? Қайдағы Айдос, ол кім? Біздің сыныптағы бала. Мен оған көз салып жүрген жоқпын. Бірақ ол саған көз салып жүр. Оттамашы. Шынымен. Сен кесірінен ол менен алыстап баратыр. Қыздар неғып жаңадан келген қызға тиісіп атсыңдар? Енді ғана келді ғой.
Қайтейін енді келген. Тиіспеңдер. Тиісеміз, өзіміз білеміз. Енді мен Айдосым саған қырындап жүрсе, мен сені аямаймын. Өлә, мыналар милер ашып қалған ба? Олар сондай, маған да мен де осы жерге жаңадан келсем, үйсіп шыққан. Үйреніп кетесің. Айдос деген кім жәнегі? Біздің сыныптағы ең сұлу бала. Ойбай, соған ғашық болады дей ма мені? Солай ау. Балдар бәрін түгелсіңдер ма? Япай түгелміз. Сен қандай қызсың? Мен жаңадан келген қыз едім. Атың кім? Махаббат. Онда 36-шы бетті ашыңдар. Тұрайды. Бүгінгі тақырып отбасы туралы. 45 минуттан кейін. Ал үйге 5-ші жаттығуды аласыңдар, жарай ма? Жарайды, апай. Осы екі-ақ қыз жарайды дей ма, басқаларың ше? Жарайды, апай. Болды. Үйге түсінікті болса, мен кеттім. Жүр, біз де кетейік. Мә, махаббат деген күшті қыз ғой, қашық болып қалма оған. Бірақ әнел бар ғой, ол маған ренжиді.